Каспий жұмыс сервисінде вакансияны қалай орналастырады? Каспий жұмыс бұл Каспий KZ қосымшасында вакансия іздеуге және қызметкерлерді іріктеуге арналған ыңғайлы және тегін сервис. Оның көмегімен жұмыс берушілер вакансияларды орналастыра алады, үміткерлерді таба алады, олардың түйіндемелерін көре алады және тура сервистің чатында сұхбатқа шақыра алады. Вакансияны орналастыру үшін Каспий KZ мобильді қосымшасындағы жұмыс сервисіне өтіңіз. Кабинет қосымша бетін таңдаңыз. Содан кейін вакансия іздеу деп басыңыз. Мамандықты таңдап, сізге керек маманның лауазымының атауын жазыңыз. Ол 5-тен 75 таңбаға дейін болуы мүмкін. Бас әріппен жазуға және жалақыны көрсетуге болмайды. Сипаттамасын толтырыңыз. Жұмыс іздеушіге қойылатын талаптар, оның міндеттері, жұмыстың шарттары және басқа да маңызды ақпарат туралы айтып беріңіз. Мәтін 5-тен 600 таңбаға дейін болуы мүмкін. Қажетті жұмыс тәжірибесін көрсетіңіз. Кесте, қала, жұмыстың мекен-жайы, аудан, ақы төлеу кезеңі және қызметкер қолына алатын жалақы. Енді жұмыс беруші туралы ақпаратты қосыңыз. Сіз өз атыңыздан немесе компанияның атынан вакансия жариялай аласыз. Хабарласу үшін телефон нөмірін, қызметтің атауы мен саласын көрсетіңіз. Содан кейін вакансия іздеу деп басыңыз. Содан кейін 5 минутта ол жарияланады. Каспий KZ мобильді қосымшасында бұл туралы сізге хабарлама келеді. Каспий жұмыс сервисінде сіз орналастырған барлық вакансияны көру үшін кабинет қосымша бетіне өтіп, үміткерлерді көру деп таңдаңыз. Сондай-ақ, жауап қатқандарды күтіп қана қоймай, сонымен қатар компанияңызға лайық үміткерлердің түйіндемесін көре аласыз және оларға бірден сұхбатқа шақыру бере аласыз. Осылайша Каспий жұмыс сервисінде оңай әрі тез вакансияны орналастыра аласыз және қызметкерлерді іздей аласыз.